Сәлем достар, плюс бәріне керек арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрма жайлы айтамыз. Құрманы біз күнделікті ас ретінде қолданбаймыз, тек Рамазан айларында ғана қолданамыз. Күнделікті ас мәзіріне құрманы қосып отырғанымыз дұрыс. Құрманың құрамында минералды витаминдер бар. Олар кальций, калий, магний. Бұл витаминдер адам сүйегінің мықты болуына көмектеседі және остеопороз ауруының алдын алуына көмектеседі. Сонымен қатар құрма ас қорыту жолдарына пайдалы. Сонымен қатар құрманың ішіндегі сүйегі де адам ағзасына пайдасын келтіреді. Құрманың сүйегін ұнтақталған күйінде қолданады. Зат алмасуды және қан айналымды дұрыстау үшін құрма сүйегінің ұнтақ түрін қолданады. Құрманың ұнтақталған түрін таңғы астан бұрын бір қасық шай қасықпен жеу керек, яғни құрғақтай ауызда ерітіп сөлін жеу керек. Құрма сүйегінің ұнтағын балаларға да беруге болады, яғни шай қасықтың жартысын ғана берсеңіз болады. Құрма сүйегінің ұнтақталған түрі бүйрек ауруына да пайдасы бар. Сонымен қатар құрма сүйегінің ұнтағын әртүрлі тері ауруларына және жараларда қолдануға болады. Құрма жайлы кеңестерім пайдаларыңызға жарасын. Сіздермен болған плюс бәріне керек арнасы. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.